Жоғарғы класста оқып жүргенде жаз айларында ол балалардың көбі уақытша жұмыс істеп ақша табуға тырысатын. Ол кезде балалар істейтін жұмыста көп емес тұғын. Оған қоса жауапкершіліктен қорқып балаларда жұмыс қалмайтын. Сондықтан таныс біліс арқылы іздестіріп табылған жұмысты істей беретінбіз. Сол жылы жазда көршіміз қабірстандағы табытшыға көмекші қажет екенін айтты. Табытшының аты жөнін сұрап алдым да қабірстанға бардым. Табытшы көп сөйлемейтін кісі екен. Маған міндетімді қысқаша түсіндіріп, алатын жалақымның мөлшерін айтты да қолыма көше сыпыратын сыпыртқы ұстатты. Менің міндетім қабірстанның ішін сыпырып тазалау. Сонан соң табытшыға белгісіз адамдарды жерлеуге көмектесу. Белгісіз, туған-туысы жоқ адамдардың жиі жерленетінін сонда білдім. Табытшы оларды киіндіріп табытқа салып көмеді екен. Сол үшін үкіметтен жалақы алады, және тапсырыспен табыт жасап көлденең ақша табатын көрінеді. Сондықтан қабірстанның ішін тазалауға уақыты жетпейді екен. Солай жұмыс басталды. Сондықтан қабірстанның ішін тазалауға уақыты жетпейді екен. Тек дайын табыттар мен белгісіздердің мәйіті тұратын қойманы тазалау маған қиындау болды. Өйткені қойманың ішінде үнемі жағымсыз иіс тұрады. Сонан кейін ол жерде мәйіттердің жатқанын білген соң, бойымды қорқыныш билеп мазам кететін. Әйтеуір тез сыпырып тазалап шығып кетуге асығатынмын. Қорыққан соң ішін тазалағанда қойманың есігін ашып қоятынмын. Бірде әдеттегіше қойманың есігін ашып қойып ішін тазалап жатқам. Жел ұйтқып қойманың есігі жабылып қалды. Қорыққаннан құйқам шымырлап кетті. Жүгіріп барып есікті ашайын десем есік ашылмайды. Әрі-бері жұлқыладым, ашылмады. Бойымды қорқыныш билей бастады. Көзіме табыттар қозғалып, табыт ішінен ыңыранған дауыстар шыққан сияқты болды. Табыттардың ағашы сықырлайтын секілді. Жаным мұрнымның ұшына келді. Сол сәтте ту сыртымнан біреу әй десе жүрегім жарылып кететін шығар. Енді шындап қорқа бастадым. Есікті соққылап айғайлап табытшыны шақырдым. Қылғанда табытшының табыт жасайтын шеберханасы қоймадан әудем жерде орналасқан еді. Қанша айғайласам да ол кісіден жауап болмады.